отырыңыздар балалар. Жақсы, отыра қойыңыздар. Балалар, үйге берген тапсырма сіздерге дейтін 9-шы тапсырма өзің білетін аспан денелеріне ертегі әңгіме құрап келу. Солай ма балалар? Жақсы. Айлана оқи қойайық. Кім айтады сабақты? Айлана оқи қойайық. Ай мүмкін. Өткен заманда біреудің күн суының асуы атты қыздары болыпты. Екеуі де денесі сұлу екен. Бірінен бірі асқан сұлу деп, бірінен бірі ұсып жер қалада екен. Бір күні Күнсұлу үш жігіт отырған Айсұлуға тиісіп, сенен мен сұлумын дейді. Ал Айсұлу болса, жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын деп таласады. Ақыры аяғында ызы қасып, әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қақпаса отырған Айсұлуды тырнап алады. Күнсұлудың тырнағының ізі Айсұлудың бетіне, ол кетпестей болып қалуы да шынағаннан сыртқа шығады екен. Бейбағының ұятқа басқан Күнсұлу түн қараңғылығын бұғып сыртқа шығуы екен. Одан бері Айсұлу мен Күнсұлу бір-бірінен алыс жүруде екен. Жақсы. Балалар, қошеметтеп көрейік. Жақсы, тағы оқып келді. Тағы жазып келді. Жақсы. Жан келді, оқи қой. Өзіңізді ой-өрнекпен бағалап отырыңыз, иә? Бір күні ай тігіншілік барып көйлек қолына көтереміз жап келді. болады. Тігінші көйлек тігуге айдың өлшемін алады. Тігінші көйлекті айтқан күнде дайындап қалды, бірақ көйлек айға сыймай қысқа болды. Содан тігінші қателескен болған деп өлшем алып көйлекті қайта тігеді. Дайын болған көйлекті алуға келе жатқан айды түтіктен тігінші көріп, айдың тосына бірі тіккен көйлек сыймайтын болғандықтан баса алуға жаққа қаша жөнелді. Ай тігінші деп тап қой, судан жалаңаш қалған екен. Айдың жалаңаш қалғандығы туралы жазып келген екен. Жақсы, қошеметтеп көрейік. Тағы оқиды. Әйгерім оқи қойшы. Тек тез оқиды, қалдар, Ай мүмкін. Ертеде жер ана дүниеге екі сәби әкеліпті. Жер ана біреуіне ай, екіншісіне күн. Өзіңізді бағалап қойыңыз. Жер ана қатты болғаны көп барды. Екеуі таңда бір сыртқа шығады, сәнде бір шығады. Екеуі көңілді ойлағанымен ортасында көрінді. Анасы күн мен кешке қатты тұрып отбасы жүрген дейді. Жақсы отырамын. Тағы оқиды. Айсұлтан оқи қой. Ай мүмкін. Ертеде ай мен күн дос болып. Өзіңізді бағалап қоямыз жаңағы. Сыйлап ай түнде тыныштық беріп, бір күні адамдар олардың қайсысы маңызды екенін таласады. Бұны естіген ай мен күн бізді бірге ғана пайдалы боламыз, бізді салыстырма
жер бетін үшін сыйлап жақсы балалар, отыра қояйық. Үй тапсырмасын сұрап болдым. Өздеріңізді ою-өрнек арқылы бағалайсыздар. Дәптерлеріңізді ашамыз. Бүгінгі күн жадын жазамыз дәптерлеріңізде. 28 қаңтар сынып жұмысы. Сынып жұмысы адамның табиғатқа бейімделуі. Адамның табиғатқа бейімделуі. Баспана мәтіні. Сабақтың мақсаты балалар біздер сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану арқылы презентация, видеороликтер жасау, оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып, нұсқа құру болып келеді. Біздер бұның білеміз, иллюстрацияны қолданамыз, мәтіннің түрін анықтаймыз және мәтінге нұсқа құрамыз. Жазып болсақ, балалар, 57 сабақты ашамыз. 72 беттегі бірінші ойынмен бөліс. Адамға не керек екен? Дәптерлерімізде топтастырып жаза қоямыз. Адамға не керек? Киім-кешек керек. Тағы да не керек? Өз білетіндеріңізді топтастырып жаза қоямыз дәптерлерімізде. Адамға не керек? Ойынмен бөліс айларымен адамға не керек? Топтастыру жаза қоямыз. Жазып болдық па балдар? Болдық па? Кім болды жазып? Қол көтере қойып. Жазып болғандарыңыз. Тез жазамыз балдар. Оқи қойы назар. Адамға не керек екен? Адамға не керек? Адамға киім-кешек керек, денсаулық керек, үй керек, дүние керек. Үйге дүние. Жақсы. Отыра қой. Тәртіп оқиды. Аяр ол оқи қой. Адамға не керек? Киім-кешек, отбасы, табиғат, ақша, үй, ет. Соңғы не? Ет. Ер? Ет. Ет керек. Жақсы. Отыра қой. Айсұлтан? Киім-кешек, табиғат, отбасы, Ауға да. Жақсы. Қошеметтеп қойып, жақсы отыра қой. Тәртіп оқиды. Айлана оқи қой. Адамға не керек? Адамға үй керек, отбасы керек, ауа керек, азық-түлік керек, киім-кешек керек, автокөлік керек. Жақсы. Отыра қой. Қошемет. Альбина оқи қой. Адамға не керек? Адамға киім-кешек, тамақ, ауа, үй, ақша, ақыл, отбасы керек. Жақсы. Отыра қой. Сая. Адамға не керек? Адамға киім-кешек керек, үй керек, тағам керек, табиғат керек, отбасы керек.
Жақсы, отыра қояйық балдар. Қошемет деп қояйық, иә. Сонымен адамға не керек болды? Киім-кешек керек болды, да? Сосын баспана керек, жаңа үй керек деп жатырсыздар, отбасы керек, денсаулық керек. Денсаулық болса, бәрі де болады. Ең бірінші денсаулығымыз болу керек екен адамға. Табиғат керек деп жатырсыздар, жаңа табиғатсыз, адам табиғатсыз өмір сүре алмайды, иә. Жақсы. Ары қарай түсінік оқы, баспана мәтінін оқимыз. Баспана мәтінін оқимыз. Түртіп алып, баспана мәтініндегі өзімізге таныс емес жазып аламыз. Солай ма? Дәптерлеріңізде жазып отырамыз түртіп. Жақсы. Баспана. Айлана оқи қойыңызшы. Баспана мәтінін. Баспана. Адам баласы мейлі күріш елдерде поля шөгерген теңіз жағасын немесе биік тауды мекендесін. Оған ең алдымен суық пен ыстықтан, жаңбыр мен желден бой тасалау үшін баспана қажет. Сол себепті адамдар әрдайым қолда да нәрселер үй тұрғызып табиғат ерекшелігін бейнелеп отырады. Қар мен мұз құрсанып жатқан қиыр солтүстікте эскимостар қар кірпіштен үйілу деп аталатын баспана тұрғызып, терезе әйнегінің орнына мұз тұтқан. Үйілу жылы болуы үшін итбалықтың майы құйылған тақпашаға от қойып, қабырға мен еденге аң терісін тұтып төсеп тастаған. Жақсы. Балдар, бұл жерде қандай сөзді түртіп аламыз? Егілу сөзді түртіп аламыз. Жақсы, отыра қой. Егілу баспанасы туралы оқылды. Келесі. Альбина оқи қой. Ал солтүстік Америкадағы гонки үндестіріп Аяр оқи қой. Шопан шаруасы үйін бамбу, қағаз бен жүкембе тұрғызады. Бұл кедейлікке байланысты емес. Мұндай баспана Жапонияда жиі болып тұратын жер сілкінуіне мейлінше шыдамды келеді. Халық өте көп, құрылыс салу үшін ұлтарақтай жер жетпейтін оңтүстік-шығыс Азияда адамдар дожонка деп аталатын қайықта да тұра береді. Бүкіл отбасы сондай тіршілік етеді. Тіпті шалғай теңізге балық аулауға да үй іші бала шағасымен түгел барады. Жақсы, отыра қой. Асылмұрат оқи қой. Келесі. Қай сөз жазып алатын едік? Джонка деген сөзді түртіп аламыз. Көшпенділердің қонуға ыңғайлы үйі. Оны тез сығып сапсан жүгінуге болады. Қазақтар, қырғыздар мен монғолдар ерте заманнан бой жөнінен басылған киізбен таққан киіз үйді тұрды. Киіз үйдің жиегі ағаштан жасалады. Бұл үй жер сілкінгенде де қауіпсіз, оңайлықпен бұзылмайды. Қазақтың киіз үйі күнін аптабынан, аңызақтан, бораннан қорғайды. Жақсы, қай сөзді түртіп алатын едік? Киіз үйді түртіп аламыз. Дәптерлерімізде жазамыз. Баспана атауларын. Мәтіннен, баспана мәтіннен оқыған баспана атауларын жазып аламыз.
Жақсы, жас болдық па, жас болсақ, оқулығымыздағы білгенге маржан Экспо 2017 туралы мәлімет, кішкене ғана мәлімет беремін. Экспо 2017. Тыңдап отырамыз, иә? Қарап тыңдауды. Астанада Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі Қазақстан астанасы Астана қаласында 2017 жылы 10 маусымнан 10 қыркүйекке дейін болашақ энергиясы тақырыбымен өтті. Ал Экспо 2017 жылы көрмесінің бойтұмары сәуле қуат мөлдір болды. Көрме орналасқан алаңның аумағы 174 гектарды құрады. Оның ішінде көрме алаңы 23 гектар, ал қалған 149 гектарда тұрған үй ғимараттары мен инфрақұрылымдық нысандары тұрғызылған. Үлкен аумақты бірнеше павильон сәулет өнерінің ерекше пішінімен салынған. Жалпы ғимаратта барлық кешені шеңбер ретінде жасалды. Ал дәл ортасында шар тәрізді Қазақстан нұр әлем павильоны болды. Міне, балалар, мына жердегі суретті қарасаңыздар, Қазақстанда көрме негізгі символ болып табылған нұр әлем шарын салу үшін 13.000 тонна металл қажет болды. Сонымен қатар шардың беті 2800 шыны панельмен қапталған. Ал шар тәрізді ғимараттың жалпы ауданы 22.000 шаршы метрге құрайды. Бұл көрсеткіш 4 футбол алаңына тең болған екен. Көрменің барлық нысандарын салу үшін 56.000 тонна металл және 500.000 тонна бетон қажет болды. Бұл әлемдегі ең биік зәулім құрылысын салуға жеткілікті. Нұр әлемі павильонының айналасында жарты дөңгелек пішінді ғимараттар бой көтерген. Онда Экспо 2017 көрмесіне қатысушы елдердің стендтері орналастырылды. Яғни ол 115 ел мен 22 халықаралық ұйымның көрме стендтері. Есігі 3 ай бойы әлемге ашық болған Экспо 2017 көрмесіне 3 айдың ішінде 178 елден 4 миллион адам келіп тамашалаған. Бұл әлемдегі мемлекеттердің 90%. Барлық павильондарды арбауға жалпы 96 сағат кеткен екен. Ал көрме барысында 3500 мәдени іс-шара ұйымдастырылды. Сондай-ақ онда бүкіл әлемнің 33.000 әртістері өнер көрсетті. Көрмеде 4500 волонтерлар жұмыс істеді. Яғни міне Экспо 17 деген шар тәрізді мына жаңа айтылды ғой, қанша екенін, яғни аумағы қанша екенін, неге айға ашылғандығын барлығында түсінген боласыздар, иә? 3 айға ашық болды. Ары қарай ойлам айдарымен екінші тапсырманы қараймыз. Баспана әр маусымда қандай болатынын айтыңдар. Және ол қай уақытта жылы, салқын, қандай. Мына тақтадағы суреттерге қараймыз, яғни бұл жаңағы баспана мәтініндегі баспаналар. Солай ма? Бірінші қандай? Киіз үй. Екінші? Иә, үшінші? Жапондық үй. Ары қандай? Жонта. Содан кейін? Вигвам. Содан кейін? Содан кейін? Қазіргі үй. Яғни. Осылар туралы әр маусымда қандай болатынын айтыңдар дейді. Тақта қарап отырамыз. Дайын оқушылар айта береміз мына. Жаңа оқыдық қой баспанада. Қандай екен, қай үйлерді? Айта ғой киіздегі. Киізде көшіп қонуға ыңғайлы, ол қыста салқын болады, Жылы болады, ал жазда салқын болады. Дұрыс балалар. Бұл киізде қазақтың баспанасы, көшіп қонуға ыңғайлы, яғни тез жиналып, тез құрылады екен, жақсы. Отыра ғой. Өзіміз бағалап қоямыз. Айден айта ғой. Қыста салқын болады. Қыста іші салқын болады. Иглу тек қана қыста салуға болады. Жазда иглу беріп көтеді. Оны неде салады екен? Оны қардан салады. Мұздан, қазан, оның терезелері мұздан болады екен. Жақсы отыра ғой. Тағы да, қайсыны айтамыз тағы да? Вигвам деген қандай екен? Қарайын, оқулықтарымызға қарап отырып айтамыз.
үйді айтасың ба? Айта ғой. Қазіргі үйлер жазда жылы болады, қыста да жылы болады. Одан кірпіштен жасалады. Кірпіштен жасалады дағы. 2 қабатты немесе көп қабатты Үйлер болады, көп қабатты үйлер болады. Сосын бөлмелер болады. Қазіргі үйді 2 қабат, одан да көп қабатты үйлерден болады. Жылы болады, жазда салқын, қыста жылы болады. Неден салынады? Кірпіштен, пластик терезелерден салынады. Жақсы. Ары қарай вигвамды кім айтады? Асында қолы терусың, қай үйде айтасың? Айта ғой. Киіз үйде айта ғой. Киіз үй. Ол ұлттық үй. Жазда салқын болады, қыста жылы болады. Жазда салқын болады, қыста жылы болады. Көшіп-қонуға ыңғайлы болады. Бұл жерде тұруға ыңғайлы. Жақсы отыра ғой. Сәл мына вигвам деген жаңа тақырып қой, түсінәлмей отырамын да, бұндай үйді көрген жоқпыз. Бұны неден жасалады деді жаңа? Оқулықтан қарайшы. Қанат. Неден жасалады? Вигвам үйі терек ағаштардан жасалған. Оқимыз, кітаптан қарап оқимыз вигвам, Вигвам жапондардың Америкадағы коньки үндістер бамбук ағаштарынан жасалады. Ол ыңғайлы ма? жоқ. Ыңғайлы емес. Мына үйді қараймыз, джонка. Қандай үй? Джонка. Бұл қалай? Бұл деген кеме. Жазда ыстысы болады, қыста салқын болады. Қай жақта бұл? Оңтүстік шығыс Азияда, яғни жерлері кішкентай болғасын жерде, бұлар көбіне теңізде осы отбасымен жүреді екен. Даже балаларға да барған отбасымен. Бұл ыңғайлы ма тұруға? Ыңғайсыз, тұруға. Қай үйге отырады? Жапондық бамбук үйі болады. Жапондық бамбук үйі. Айтамыз, кім айтады? Тұруға ыңғайлы ма жапондық бамбук үйі? Тұруға ыңғайлы, бірақ қыста Салқын болады, жазда жылы. Жақсы. Кітапкерлеріңізге 4-ші тапсырманы орындаңыз. Мәтіндегі баспаналардың қайсы сіздер үшін қызықты болды? Қайсы сіздер үшін қызықты болды? Джонка. Әркімге қызықты болған үй. Баспана мәтінін ашық қарап отырып жазамыз. Жаңа тақырып ашық қарап отырып жазамыз. Киіз үй ағаштан жасалған, игілу қардан жасалған, мұздан жасалған, және вигвам дейтін бамбук қағаздардан жасалған джонка. Жас болды ма? Кім оқиды? Оқи қояйын. Жақсы отыра ғой. Дәлін жазды. Оқиға әлгені. Маған мәтіннен ең қызықты болған вигвам. Неден жасалады ол? Вигвам ол ағаштардан, теректерден жасалынады. Иілгіш келеді ағаштардан жасалады. Жақсы отырамын. Айнаны айтауы.
Маған әркімде баспаналардан өте қызық болған игілу. Туралы кім айтады? Ерназар айта ғой. Қазіргі үй бір емес 2-3 қабаттан болады. Қазіргі үйдің кірпішпен жасалады. Терезелер пластик болады. Ыңғайлы ма тұруға қазіргі? Қазіргі үй тұруға ыңғайлы. Жақсы. Отыра қояйық. Ары қарай 4-ші тапсырмамызды қарайық. Нәтижелі баспаналардың қайсысы сендер үшін қызықты болды? Дәптеріңізде жазамыз. Қайсысы қызықты болды? Әркімге өзінің қызықты болған үйлерін, мына 6 үйдің біреуін жаза қоясыздар. Қызықты болған киіз үй бар, игілу бар, қазіргі үй бар, бамбуктан жасалған үй бар, джонка үй бар. Бүгінгі арқылы бағалауларыңызды ұмытып кетпеңіздер. Жақсы жас болса, кім оқиды? Айлана оқи ғой. Игілу. Жақсы. Бағалауды ұмытпа, бағалауды. Өзіні бағалауды. Ерназар оқи ғой. Маған мені қызықтырған үй игілу. Игілу. Сізде қызықтырған игілу. Бәрі оқиды. Көрехан. Киіз үй дейді қызықтырған мені киіз үй. Жақсы. Бағалауды ұмытып кетпе, бағалауды. Бағалауды ұмытып кетпе. Жақсы. Сая оқи ғой. Маған қызықты болған үй ол джонка. Джонка үй, иә. Яғни кемеде, қайықта, суда, теңізде жүреді екен. Жақсы отыра ғой. Әйгерім. Бағалауды ұмытпаңыз балдар. Маған қызықты болған игілу. Игілу. Жақсы. Жақсы балалар. Сергіту сәтіне шыға қояйықшы. Тез. Сергіту сәтіне жасап жібере қояйық. Дайынсыз ба? Оқулықтағы 5-ші тапсырма салыстыр. Киіз үйді және қазіргі заманауи үйлерін салыстырамыз. Мен бірінші топқа қазіргі үйді құрастыруды берем, сосын осының қазіргі үйдің баспананың жайлы айтасыздар. Екінші топқа киіз үйді берем. Киіз үй баспанасын құрып, киіз үйдің
айтасыздар. Birinchi qatlar bo'lyapti-da, topshirmani. Crossword bo'lsa, bolalar har bir uydan erikchiligini to'xtalaydi. Birinchi kiyiz uydan boshlaymiz. Ikkinchi to'xtam kim aytadi? Kiyiz uy ko'radi. Ayarib aytsa bo'ladi. Biz kiyiz uyda qoldik. Zamonaviy uyni solishtirganda bizning kiyiz uy qo'shiq og'ochdan kiyizdan yasalgan, qo'shib qo'nuga olmaylar. Tez buziladi, tez chinaladi. O kasta salqin, qishda жылы bo'ladi. Yaxshi. Bağlab qo'yinglar. Ba'zida ko'maklashingizlar. Kelisi zamonaviy uyni solishtiruv. Aygerim ayta qo'y. Biz zamonaviy uy to'g'rashtirdik. Zamonaviy uy kirpishdan, derazaları plastikdan yasalgan. Qishda shunga shazda salqin bo'ladi. Yaxshi. Olay bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha qo'yinglar. O'yin-o'yin asosida o'zingizni бағалab qo'yinglar. Yaxshi o'sira qo'y. Algina sangiz yaqinda o'qiyo'q. Dostum kavga yurda turadi. Bir kuni dostum adasidan ketgisi keldi. O'tgan adasi og'rib qoladi. Dostum uylarni yunab, siyliklarda o'tkazib qo'yadi. Dostum achchaydi. Yaxshi. O'tiraman. Aygerim sangizda o'qiyo'q. Bitta siz o'qiyo'q. Havası taze, kalkmışlar insanlar konuda boladı. Yaxshi o'tira qo'y. Uyga topshirma ola qo'yinglar, bolalar. Mazmuni bo'yicha rahbar, crossword, bolalar biza boshqana matnni o'qib qo'ya, matn deydi. Boshqana matni qanday? Qanday matn? O'zini matni. Aytmayu matnimi, qayindov matnimi? Aytmayu matni. Yaxshi, ular bo'lsa uyga matnlar bo'yicha rahbar, crossword keldi. Bizni qo'llandilaylik, bolalar, жаңа stikerga, ya'ni arallar kartasына barib, o'z fikr baylanishimizni beramiz. Stikerga yoza qo'yamiz.
бағасына 50. Баспаналар туралы экспо туралы Экспо туралы білдім. Не білдіңіз? Қайда болуға барасың? Шабыттар алдына барасың. Бүгінгі сабақ қызықты өтті. Баспаналардың туралы білдім. Соның ішіндегі маған қатты ұнағаны Джонка. Мен шабыт аралына барамын. Өйткені мен шабыттандым. Сабақтан шабыттандың, сабақтың бәрін түсініп шабыттандың, Сабақ қызықты болды. Үйгілу баспанасы қар кірпіштен жасалғанын білдім. Мен өлкей аралына барамын. Келауы сен. Сабақ қызықты өтті. Әр баспананың неден басталатынын білдім. Қайда қалып барасың? Шабыт аралына Шабыттар алдына барамын, жақсы. Бүгін сабақтан шабыттандың, барлығын біліп. Оқи ғой. Бүгін мен үйлерді білдім. Сабақ қатты ұнады. Мен экспо дегенін білдім. Мен сабақта шабыт аралығына барамын. Жақсы. Қалай болса. Ал балалар біздер өзіңізді қанша балмен, бүгінгі сабақта қанша балмен бағалағаныңызды айтып жіберейік. Кім бағалады? Әңгіме айта ғой. Мен өзімді бүгінгі сабақта 9 балға бағаладым. Ойынмен бөліс дегеннен адамға не керек екенін баспана мәтінін оқыдым. Баспана мәтініндегі баспаналарды білдім. Экспода саяхаттадым. Баспаналар әр маусымда қандай болатынын білдім. Киіз үй қазіргі заманауи үйлеріне бірге салыстырдым. Жақсы, 9 балмен бағалаған екенсің, 9 бал. Отыра ғой. Ал аяным айтамын, өзіңді неше балға бағаладың? Мен өзімді 8 балға бағаладым. Ойынды бөліспен адамға не керек екенін топтастырдым. Баспананы оқығанда кейбір баспаналарды ажырата алмадым. Білгенге маржан дегенге саяхаттадым. Ойлан дегенде баспаналардың қандай маусымда болатынын білдім. Салыстырғанда үйде мен заманауи үйді салыстырдым. Өзіңді неге 8 балға бағаладың? Қай жерден қайтып жібердің? Мен баспаналардың кейбірін ажырата алмадым. Жақсы. Отыра ғой. Ерназар, сен өзін қалай бағаладың? Неше балмен бағаладың? Айта ғой. Мен өзім 8 балмен бағаладым. Адамға не керек деген топтастырдым. Баспана деген мәтінді оқыдым. 8 балға бағалаған себебім Джонка деген баспананы айтамын. Өзің қай аралға бардың?